Қайырлы күн достар. Бүгін өте керемет ыстық тағам дайындаймыз. Қазіргі уақытта қыстың суығында осындай әртүрлі дәмдеуіштер қосылған, өзі дәмді, өзі сорпалы керемет тағам дайындау қажет деп ойлаймын. Егер суықтап қалған болсаңыз, ашты бұрышын көбірек қылып жасасаңыз, өте керемет. Ұнға бір жұмыртқа қосып және салқын суға тұз қосып, қамыр илейміз. Қамыр қаттырақ болғаны дұрыс. Ол үшін қамырға суды көп қоспау керек. Қамырдың иі қанғаннан кейін бірден жайып, оны шүпірек орамалға кептіріп қойған дұрыс болады. Сонда кескен кезде бір-біріне жабыспай оңай кесілетін болады. Бізге қажет заттар: ет, қызанақ, пияз, сәбіз, болгар бұрышы, томат пастасы, көк пияз және дәмдеуіштер. Мен қызанақтардың қабығын алып тастағанды жақсы көремін. Ол үшін қайнап тұрған суға 30-40 секундқа салып алып, содан кейін ашсаңыз болады. Енді қазанға майды қыздырып, етімізді қуыра бастаймыз. Менде аздаған қой етінің сүйектері және сиыр етін қолданып жатырмын. Етке аздап тұз салып, жақсылап қуырып аламыз. Еттің суы тартылғаннан кейін пиязын қосып қуырамыз. Және осы кезде томат пастасын да қосуға болады. Аздаған су қосып, газдың астын басып бұқтырамыз. Осы уақыт өткенше нанымызды ақырындап кебе бастады. Оған аздап ұн сеуіп, ұсақтап кесіп аламыз. Мен бұл нанның жартысын ғана қолданамын, өйткені сорпа қою болып кетуі мүмкін. Ал қалған жартысын кептіріп, пакетке салып, тоңазытқышта сақтауға болады. Енді қазанға сарымсақтың бір түйірін үккіштен өткізіп, және аздаған имбир қосамыз. Және сәбізімізбен қызанақты да ұсақтап турап қосамыз. Өздеріңіз ұнататын дәмдеуіштеріңізді қосыңыздар. Мен қызыл ашты бұрыштан көбірек қостым. Мен томат пастасын қазір қосып жатырмын, бірақ оны ертерек қосуға да болады.
Және мен бір орташа картопты да сақтап турап қосып жердім. Енді осының бәрін 15-20 минуттай бұқтырамыз. Енді суын қосамыз. Суды шамамен қазанның ортасынан асырып қосу керек. Бұл тағамның түрі керемет болып шығып жатыр, және иісі де өте керемет. Мампар дәмді болады деп ойлаймын. Су аз сияқты болып көрініп тұр, сондықтан тағы кішкене су қостым. Кішкене кептірілген шөптер мен жасыл пияз қостым. Қамырымызды салып, тағы 3-4 минут қайнатамыз. Сонымен керемет дәмді мампарымыз дайын. Нан жабысып қалмау үшін араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Бұл тағам сондай дәмді болып шықты, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк қойып, комментарий жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше аман болыңыздар.